Көмей бұлшықеттері екіге жіктеледі, сыртқы және ішкі болып. Әрқайсысына жеке тоқталсақ. Сыртқы бұлшықеттер тіл асты сүйегіне беку арқылы көмейдің мобилизациясына қатысады. Осылайша олар екі топқа бөлінеді: элеваторлар және депрессорлар. Аты айтып тұрғандай, жұтыну және сөйлеу барысында көмей жоғары немесе төмен осы бұлшықеттер көмегімен жылжиды. Ал енді нақты қандай бұлшықеттер жататынын атап өтсек, депрессорларға мускулус стернохиаидеус, төс тіл асты бұлшықеті; мускулус стернотироидеус, төс қалқанша бұлшықеті; мускулус омохиаидеус, жауырын тіл асты бұлшықеті; элеваторларға мускулус дегастрикус, екі қарыншалы бұлшықет; мускулус стилохиаидеус, біз тіл асты бұлшықеті; мускулус милохиаидеус, шақ тіл асты бұлшықеті; мускулус тирохиаидеус, қалқанша тіл асты бұлшықеті; мускулус генихиаидеус, иек тіл асты бұлшықеттері жатады. Енді ішкі бұлшықеттерге тоқталсақ, олардың қатарына мускулус крикотироидеус, сақина қалқанша бұлшықеті екі бөліктен тұрады: тік және қиғаш. Бір жағы сақина тәрізді шеміршектің алдыңғы жоғарғы латералды бөлігіне бексе, екінші жағы қалқанша шеміршегінің төменгі қыры мен төменгі мүйізіне бекиді. Қызметі қалқанша шеміршегін алға тартады, сәйкесінше дауыс байламын созып тарылтады. Басқа ішкі бұлшықеттерден ерекшелігі мускулус крикотироидеус жеке өзі ғана сыртқы көмей нервімен иннервацияланады. Келесі бұлшықеттер ожау тәрізді шеміршегінің аддукторлары болып табылады. Оларға мускулус аретиноидеус трансверсус, көлденең ожау тәрізді бұлшықет, жалғыз тақ бұлшықет, екі ожау тәрізді шеміршегінің бұлшықеттік өсінісіне бекиді. Қызметі ожау тәрізді шеміршектердің бір-біріне жақындату арқылы дауыс саңлауын тарылтады. Келесі мускулус аретиноидеус обликус, қиғаш ожау тәрізді бұлшықет. Бекетін орны мен қызметі мускулус аретиноидеус трансверсусқа ұқсас. Келесі крикоаретиноидеус латералис, латералды ожау сақина бұлшықеті. Сақина тәрізді шеміршек тоғасы мен ожау тәрізді шеміршектің бұлшықеттік өсінісіне бекиді. Қызметі ожау тәрізді шеміршектің бұлшықеттік өсінісін латералды тарту арқылы дауыс саңлауын тарылтады. Келесі мускулус крикоаретиноидеус постериор, артқы ожау сақина бұлшықеті. Сақина тәрізді шеміршектің артқы пластинкасы мен ожау тәрізді шеміршектің бұлшықеттік өсінісіне бекиді. Қызметі ожау тәрізді шеміршектің бұлшықеттік өсінісін медиалды тарту арқылы дауыс саңлауын кеңейтеді. Осылайша ауаның өтуіне жағдай жасайды және ол жалғыз абдуктор бұлшықеті болып табылады. Келесі мускулус ариэпиглотикус, көмей үсті ожау тәрізді бұлшықет. Ожау тәрізді шеміршектің бұлшықеттік өсінісі мен көмей үсті шеміршегінің латералды бетіне бекиді. Қызметі көлденең және қиғаш ожау тәрізді бұлшықеттеріне ұқсас, яғни дауыс саңлауын тарылтады. Келесі мускулус тироаретиноидеус, қалқанша ожау тәрізді шеміршек. Қалқанша шеміршегінің бұрышы мен ожау тәрізді шеміршегінің алдыңғы латералды бетіне бекиді. Қызметі қалқанша және ожау тәрізді шеміршектерін бір-біріне тарту арқылы дауыс байламын қысқартып босаңсытады. Келесі мускулус вокалис, дауыс бұлшықеті. Бекетін орны алдыңғы бұлшықетке ұқсас. Қызметі дауыс қатпарын босаңсытады немесе тарылтады. Осылайша дауысты әртүрлі тонға ауыстырады. Келесі мускулус тироэпиглотикус, қалқанша көмей үсті бұлшықеті. Бекетін орны мускулус тироаретиноидеуске ұқсас, бірақ қосымша көмей үсті шеміршегінің латералды бетіне де бекиді. Қызметі көмейдің кіреберісін кеңейтеді.